Hello students, how is it going? Сәлеметсіздер ме оқушылар, қалдарыңыз қалай? Бүгін біз ағылшын тілі 3-ші сынып People's Book кітабындағы 98 және 99 беттердегі жаңа тақырыпты өтетін боламыз. So let's start, бастайық оқушылар. Бүгін бізде оқушылар exercise number 10 жаттығуда берілген мәтінді оқып тыңдау. Бірінші мен сіздерге оқып аударып беремін, соны өздеріңіз оқисыздар. Ендеше кеттік. Бірінші суретке қарайық. Look, Nanny, we are sailing дейді. Nanny, бізге қара дейді. Біз не істеп жатырмыз дейді. Біз қайықпен жүзіп бара жатырмыз дейді. Well done. Жарайсыңдар дейді. Келесі екінші суретке қарайық. Look at me, I'm surfing дейді. Маған қара дейді. Мен серфинг жасап жатырмын дейді. Яғни серфинг теуіп жатыр, иә? The next picture, келесі сурет. Look, Nanny, I'm water skiing дейді. Nanny, маған қара, мен су шаңғысымен, яғни кетіп бара жатырмын деген, су шаңғысындамын деген. Төртінші суретке қарайық. Hey, what's Charlie doing? Hey, Charlie не істеп жатыр дейді. He's jumping up and down дейді. Ол жоғары және төмен секіріп жатыр дейді. The next picture, келесі бесінші сурет. Oh, look, Charlie's diving дейді. Oh, қараңдар дейді. Charlie сүңгіп жатыр дейді. Соңғы splash дейді. Be careful, Charlie. We are getting wet дейді. Сақ бол, Charlie дейді. Біздің үстіміз су болды дейді. Ендеше оқушылар, келесі exercise number 11, read the story and say true or false. Ол бірінші жаттығуды орындайық. True немесе false деп жазамыз. Яғни мәтінде кездескен сөздер, сөйлемдер егер дұрыс болса true, қате болса false деп жазамыз. Бірінші сөйлем. Lily is sailing дейді. Lily не істеп жатыр дейді? Қайықта жүзіп бара жатыр деген. Ол дұрыс па екен, оқушылар? Иә, дұрыс, иә. Лили ол бізде қайықта жүзіп бара жатыр, суретке қарайтын болсақ, ол яғни бұл сөйлемге true деп жазамыз. Екінші, Liam is surfing. Liam деген ол бізде осы кітаптың сыртында тұратын оқушы бала, ол яғни серфинг жасап жатыр дейді. Ол бала серфинг жасап жатқан жоқ қой, қыз жасап жатыр, иә. Сондықтан да бұл жерге біз false дейміз. Үшінші, Daisy is diving. Daisy деген бізде қоңыр шашты қыз, ол яғни сүңгіп жатыр дейді. Жоқ, сүңгіп жатқан ол емес, яғни бұл сөйлемге де false деп жазамыз. Ол жерде бізде Charlie сүңгіп жатыр, иә, суға. Төртінші, Jake is water skiing дейді. Jake, яғни су шаңғысымен кетіп бара жатыр дейді. Ол сөйлем дұрыс, иә. Jake, яғни су шаңғысымен жүзіп бара жатыр, иә. Яғни бұл сөйлемге true деп жазамыз. Exercise number 12, read the story again, who says дейді. Берілген мәтінді қайта оқы және кім айтқанын айт деген сөйлем сөзді, яғни. Бірінші бізде well done, жарайсыңдар деген. Кім айтты бізде? Ол бізде Nanny Rose, яғни Nanny айтты. Соны жазамыз біріншісіне. Екіншісіне he's jumping up and down дейді. Ол жоғары және төмен секіріп жатыр. Бұл сөйлемді кім айтты? Ол сөйлемді бізде оқушылар Daisy айтты. Daisy деп жазамыз. Яғни екіншісіне 13-ші жаттығуға қарасақ, бұл жерде оқушылар act out the story деген, яғни осы әңгімені сахнала деген бұл жаттығуды орындамаймыз. Келесі exercise 14 жаттығу. Бұл жерде оқушылар өзіңнің диалогыңды досыңмен бірге құр деген. Яғни ауызша диалог құрсаңыздар болады. Мына жерде мысалдағыдай. Мысалы, Әсел айтып тұр. Hey, what are you doing дейді. Әсел айтып жатыр. Hey, сен не істеп жатырсың дейді. Max, look at me, I'm surfing дейді. Маған қара, мен не істеп жатырмын дейді. Surfing жасап жатырмын дейді. Әсел, well done дейді. Жарайсың дейді. Дәл осылай сіздер қасыңыздағы адамға сұрақ қойып, оның не істеп жатқанын, осы бізде мәтінде кездескен сөздер бар ғой, surfing, water skiing, sailing, сол сөздерді қолданып диалог құрасаңыздар болады. Бұл жаттығуды жазбаша орындамасаңыздар да болады. Келесі 15-ші жаттығуды орындайық, exercise number 15. Бұл жерде оқушылар sound spot, яғни бұл жерде осы әріптердің дыбысталу жолын үйренеміз. Listen, point and repeat. Тыңдап, қайталаймыз.
Көріп тұрғандарыңыздай бірінші бізде W әріпі және де WH әріпі тұр. Егер W әріпі келетін болса, сөз қалай оқылады және WH әріпімен бірге келетін болса, қалай оқылатынын біз үйренетін боламыз. Бірінші қараңыз, Woolworths деген, яғни U деген дыбысты береді. Бұл бізде W әріпі Woolworths деп оқылады. Woolworths ол бізде морж, яғни итбалық дейді, немесе қазақша осы жануар. Келесі бізде суды water ол бізде су, яғни U деген дыбысты береді W әріпі бұл жердегі. Келесі W және H әріпі бірге келсе, оның дыбысты алу we болады, яғни whiskers ол бізде мұрт. Келесі white ол бізде ақ түсте. Келесі енді оқушылар exercise number 16, 16-шы жаттығуға қарай complete and listen and repeat дейді. Түсіп қалған әріптерді қояйық бұл жерге. Бірінші бізде the walrus болады, яғни W әріпін қоямыз. With the white whiskers is on the water болады. The walrus with the white whiskers is on the water дейді. Яғни ақ мұртты морж, яғни итбалық судың үстінде дейді. Суретте көріп тұрғандарыңыздай, оқушылар. Яғни бұл жаттығуда оқушылар сіздер осы әріптердің дұрыс оқылуын үйрендіңіздер, соны біле жүрулеріңіз қажет. Оқушылар, осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын. Лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар, каналыма тіркеліп кетіңіздер. See you next lessons. Goodbye, students.